бір-екі сұрақтар қойылған екен да, қарай өтейік. Мүмкін пайда тиіп қалар деген нәрсе ғой. Мынау кісі сұрап жатыр. Қажекелер, шындық айтылу керек. Шындықты айту керек. Бұл адамдарды алдап, ұзаққа бармаймыз. Бір кісі Укаша атадағы су шыққан, шықпағандағы адамның иманына қаншалықты қатысы деп, Кентау қаласында, мына жерден бүкіл Қазақстан болғандықтан отырмыз ғой. Кентау қаласында, енді сол кісілерде, енді сол Кентау қаласынан да бір көрермендеріміз көріп отырған болса, мына нәрсені жеткізсін сол кісілерге. Кентау қаласында бір құдық бар дейді. Укаша атаның басы дейді ол жерде. Біріншіден, мен дәлелімен айтқым келеді. Біліп алсын, сол кісілер біліп алсын мына нәрсені. Укаша атаның қабірі емес ол жер. Қараңыз, бізге ислам 751-752 жылы мына Тараз қаласының төбегінде Талас деген бұрынғы өзеннің бойында соғыс болған. Қытайлар келген кезінде бізге арабтар келіп көмектесіп, Қытайларды қуып шыққан. Сол кезде 751-752 жыл жылдарын естейікші. Содан кейін бізге ислам келген. Ал сахабалар, ең соңғы сахаба 718 жыл өткен дейді. Негізі әртүрлі риуаяттар бар. Ең соңғы дүниеден өткен сахаба Анас ибн Малик деп айтады. Бірақ ол не? Ол бір қаланың жаңағы, бір қаладағы ең соңғы өткен сол болуы мүмкін. Ал жалпы сахабалардың ішінде, сахаба атаулы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрген адамдардың ішіндегі ең соңғы қайтыс болғаны ол Абу Туфейл деген сахаба болған. Сол кісі дейді. Бұл 718 жылдар, Аллаху алем, сол уақыттарда қайтыс болған. Бірақ 750 жылы жер бетінде сахаба болмаған. Енді қараңызшы, бізге 750 жылдан кейін ислам келген болса, Укаша атамыз сонда бізге исламға дейін келіп кеткен ба, не болған? Оның өзінің тарихын қызық қойды. Біздің ол жерлерге ол сахабалар келмеген ол. Укаша атамыздың қайтқан жері ол жер емес ол жер. Енді Укаша деген сахаба бар. Ол алдыңғы қатардағы сахабалар болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллахума салли ва саллим ва барак. Сөйлеп тұр, былай дейді. Ертең 70 мың адам менің үмметімнен жәннатқа сұралмай кіреді дейді. Жәннатқа сұралмай кіреді дейді. Сонда Укаша радиаллаху анху тұрып айтады: ей Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, Алладан дұға қылып сұраңызшы, сол 70 мың адам сұралмай кіретін, солардың бірі мен болайыншы дейді. Сонда тағы бір сахаба тұрып: я Алланың елшісі саллаллаху алейхи ва саллям, Алладан дұға қылып сұраңызшы, мен де солардың бірінен болайын деген кезінде Укаша отып кетті, Укаша озып кетті дейді. Ол мүмкіндік Укаша алып қойды деген. Және тағы бір оқиғада кімнің менде қандай ақысы болса алсын дейді Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда Укаша радиаллаху анху тұрып: сіздің бір соғыста маған қамшыңыз тиген дейді. Онда мен ұр дейді. Сонда сахабалар ашуланып кетеді Укашаға радиаллаху анху. Сонда Укаша радиаллаху анху келіп, ол кезде менің арқам ашық болған дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жарайды деп арқасын ашады. Білесіздер, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екі жауырынның ортасында пайғамбарлық мөр болған. Сонда Укаша радиаллаху анху Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барады да құшақтап алып мөрінен сүйе бастайды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдында сахабалар қатты ашуланып кеткен еді ғой, олар Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ұрам деген кезінде. Мені ұр одан да деп. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Укаша бәріңнен озып кетті. Бірақ ол кентауский Укаша емес ол. Бұл кентауский Укаша ол өзіміздің өзімізден біреу ол. Өзімізден. Бұл егер бар болса, ал ол негізі бар емес, оны бұл бір ақша табудың жолдары ғой. Оны
Укаша пайғамбар деп тағы қандай қараш, менің балама ұйықтататын кезде осындай қызықты ертегілер айтса болады да, Укашаның басы жерге түсіп кетті дейді, басы кесіліп кетті, жерге түсіп кетті дей ма бір нәрсе дейді. Сөйтіп осы жерден шықты. Сұрақ, жердің астымен сонша жерден осы жерден келіп, бірақ сол шыққан бас Укашаның келгеніне қандай дәлел бар? Ол Укашаның болған күнде не бар ол жерде? Сол жерде біреу отырады, адамдар барады, жарықтық адамдар әйтеуір. Не дейді? Ішіне шелек тастайды. Сөйтіп, ол өз ішінде не отқан білмейді ғой, оны тартады. Су шықса, сенің күнәң жоқ екен. Су шықпаса, сен күнәһарсың. Құдайдың құдіреті қайттан сұрақ пайда болады. Ал су шықты, күнәң жоқ. Не істейсің енді? Қуып жүре берсең бола ма? Сен жәннаттықсың ба уже? Иманометр ма сонда өлшейтін? Ал су шыққан жоқ, күнәһарсың. Енді не істеу керек енді? Ал мен сізге айтып берейін. Ол суды шынымен бір адам барып тексерсінші соны. Жер қабат-қабаттан тұрады. Бірінші тас, құм. Бұл фильтр, бұл жер, бұл фильтр да. Осылай қабаттан кете береді. Ал жердің астындағы су ойнайды. Көтеріле түседі. Ол жерде тастар бар. Сен шелекті лақтырасың, оның ішінде не отқан білмейсің. Шелекті лақтырасың, ол жаңағы тасқа бар, бұлай тұрып қалса, су алмай көтеріліп кетеді. Оны әшейін жерде де тексеруге болады. Әшейін жерде де лақтырып суды. Егер тастағы жерде тасқа түсіп қалса, бұл кетті, жоқ ол. Екіншісі де су ойнап тұр ғой, су тартылған кезінде жаңағы шықпай қалса, онда ол су ілінбейді шелекке. Бірақ қажекелер, 1000 жерден адам дәлелдеймін десе де, бұл ақылға қонбайды. Ол сен құдайың анау күнәң бар, жоқ екені ол шелектегі сумен білінбейді, қажекелер. Оны әр адам өзінің жүрегінде біледі кім екен. Нең бар, кентауға шелек лақтырып. Қалай Аллаға қаншалықты бойсынып жатсың, намаз оқисың ба, оқымайсың ба? Ораза ұстадың ба, ұстаған жоқсың ба? Құран оқисың ба, оқымайсың ба? Алладан қорқасың ба, қорықпайсың ба? Солай әр адам өзінің дәрежесін шамалап біледі ғой. Бірақ қажекелер, шынымен бұл нәрсе адамдарды шындық айтылу керек қой, шындық айтылу керек. Бұл адамдарды адастырып, бұны бір-ақ ауыз сөзбен айтқан кезінде не дейді? Бұл бизнестің түрі деп айтады бұны. Басқа ештеме емес.